Бүгін Астана іргесінде екі үнді пілі өзенге шомылды. Пілдер елорда күніне арналған цирк қойылымы үшін әкелінген. Дайындық шаралары өз алдына оларды ерекше күту керек. Тілшіміз Бақнұр Әлібай алып жануарлардың суға түскенін көріп, балаша қуанып келді. Бірге тамашалайық. Үйреншікті төрт түліктің орнында бүгін екі піл су жағалап жүр. Астана күніне орай қала тұрғындары мен қонақтарына өнер көрсететін болғандықтан мерекеге дайындық. Жуынып таранып, көрерменнің көңілінен шығудың қамы бұл. Сіздер міне Азия жаңғырығы циркіндегі екі пілдің суға түсіп жатқан сәтін көріп отырсыздар. Дженни осымен 4-ші мәрте суға түсіп жатса, Магда әлі де суға барғысы жоқ. Ол бірінші түскен кезде құлап кете жаздап, содан қорқып қалған. Шынын айтсақ, пілдерді жатқызып қойып, ысқылап жуады деп ойлағанбыз. Олай болмады. Жануарлар өздері су ортасында аунап-қунап тазаланады екен. Қаламаса күштегенге де көнбейді. Жекіп айтқанын істете алмаған соң алдауға көшті. Қарыз беріп, екінші пілді шомылуға көндірді. Екі піл қатар түскен кезде судың деңгейі көтеріліп, тіпті жағаға кішігірім толқын ұрып жатыр. Судан шыққан соң үстеріне топырақ шашып жатыр. Бұл көбіктенген түрлері. Осылай бірнеше рет қайталап шомылғанда таптаза болады дейді піл үйретушілер. Сонымен қатар шыбын-шіркей мен күннен қорғану үшін де топырақтың пайдасы бар. Осы жерге жуындыруға рұқсат етті. Ыңғайлы екен. Пілдер 3-4 тіпті 5 сағат шомылуы мүмкін. Ыстық болса күні бойы судан шықпауға бар. Мұндай қызық көріністі қанша болса да қарап тұра бергін келеді. Бірақ бізді жатсынса керек, жануарлар жөндеп шомыла алмады. Сондықтан сүйікті істеріне кедергі келтірмейік деп шештік. Салмағы 5 тонна болатын үнді пілдері шілденің 8-іне дейін елордалықтарды қуантпақ. Бақнұр Әлібай, Дәурен Зарипов, Еуразия бірінші арнасы.